Әл-хаққу ма шахида бихил а'да. Ақиқат дұшпандар да мойындаған нәрсе дейді. Яғни ки дұшпаныңыз келіп, соның дұрыс екенін мойындап жатса, бұл оның ақиқат екенін көрсетеді дейді. Франциялық Атен Дене деген ойшылдың айтқан сөзі бар. Бір әйелмен шектелу бұл Масихия, Насрания дінінен алынған нәрсе. Және бұның астында көптеген жаманшылық қоғамға зияндар жатыр. Осы зиян ең үлкен мөлшерде үш нәрседе қоғамда көрініс тапты дейді. Біріншісі некесіз туылған заңсыз балалар, екіншісі отырып қалған, күйеуге шықпай қалған әйелдер, және үшіншісі қоғамдағы жүргіншілік дейді. Алла субханала тағала бір еркекке 4 әйел алуды рұқсат етумен осы проблемалардың бәрін бізге шешіп берді. Қашан біз Алла субханала тағаланың көрсеткені бойынша өмір сүреміз, сол кезде біздің қоғамымызда осы проблемалардың барлығы шешіледі. Бізде көздерінен жас аққан жетім балалар болмайды. Бізде жесір қалған жалғыз басты әйелдер болмайды. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының дәуірінде олар осы қазіргі біздегі проблеманы тура сол жолмен шешкен еді. Олар қолдарынан келгенше жесір әйелдерді жалғыз қалдырмауға әрекет жасайтын еді. Және олардың әйелдері де соған көмектесер еді. Бізде иншалла осы жолда әрекет ететін болсақ, қоғамымыздағы проблемаларымыз шешіледі. Және әрбір мұсылман әйел өзінің күйеуіне осы қоғамдағы проблеманы шешуге үлесін қосу керек, көмектесу керек. Иншалла, Алла субханала тағала бізге көрсетіп бергендей өмір сүруді, және сол арқылы бұл дүниеде және ақиретте бақытқа кенелуді нәсіп етсін.